Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін геоморфология және геология пәнін өтеміз. Бірінші лекцияда жалпы жердің физикалық қасиеттерін, құрылымын қарастырамыз. Менің аты жөнім Жұнысбекова Гүлден Ермұхановна. Дәрістің жоспары физикалық қасиеттерін қарастырамыз және де жердің құрылымы мен құрылысын білу қажеттілігін қарастырамыз. Геология және геоморфология бір-бірімен тығыз байланысты, бірақ өзіндік объектілері және зерттеу әдістері бар. Жер туралы ғылым болып табылады, және де геология грекше жер, логос, ілім деген мағынаны береді. Бүтіндей жердің даму тарихын және заттық құрамын, құрылысын, процестерін зерттейді. Геоморфологияға келсек, ге ол жер деген мағынаны береді, морфе, пішін, логос, ілім. Жердің жоғарғы бетінің бедерін, оның жаралуын, эволюциясын және жердің басқа да қабаттарымен байланысты зерттейді. Геология өте ертеде пайдалы қазба туралы ғылым ретінде пайда болып, кейіннен ірі инженерлік құрылыстар, мысалы бөгет, каналдар салынуымен байланысты дамыды. Ал қазіргі заманғы геология негізі 18-ші ғасырдың екінші жартысы және 19-ші ғасыр басында қаланады. Ал геология және геоморфология үшін 19-ші ғасыр соңы, 20-ші ғасыр басы геологиялық географиялық зерттеулер, әртүрлі фактілі материалдар, олардың өңдеулері және теориялық зерттеулер уақыты болып есептелінеді. Бұл кезеңде геологиялық географиялық ғылымның жіктелуі басталады. Қазіргі заманғы геоморфология өзіндік міндеттері мен мәселелері бар пәндерге бөлінеді. Мысалы, морфография, морфометрия, құрылымдық геоморфология, динамикалық геоморфология, климатология және тағы да басқа пәндер. Геоморфологиялық зерттеулер пайдалы қазба кен орындарын іздестіруде қолданылады. Олардың көмегімен инженерлік мәселелер, беткейдің беріктілігі, жағалық жағындар, тасындыларының қозғалысын реттеу, жағалардың шайылуымен күрес және басқа шешіледі. Практикалық маңызы бар жерді пайдалануды және басқа мәселелердің рациональды тәсілдері анықталады. Жер туралы мәліметке келсек, біздің күн жүйеміз галактикада құс жолында орналасқан. Жер күн жүйесіндегі күннен кейінгі үшінші планета болып саналады. Жердің пішіні геоид деп аталады. Экваторлық радиус 6378 километрге тең, ал полярлық радиусы 6356. Геоид, грекше гео, жер, мұхит пен ашық теңіздердің тыныш қалпындағы толқын, тас қайту, түрлі ағыс болмаған жағдайда орта деңгейімен өтетін жердің пішіні. Геоид терминін 1870 жылы немістің физигі Листинг ғалымы енгізген. Мына суретте геоид, эллипсоид бейнесі көрсетілген. Мынау геоид, сол жағынан эллипсоид формасы. Жер меридианы шеңберінің ұзындығы 40.008,55 километр, экваторының ұзындығы 40.075
75,7 километр, жер бетінің жалпы ауданы 510 миллион квадрат километр шамасында, жердің массасы 5,977, көбейту 10,21 степень құрайды, ал көлемі 1,83 миллиард куб километр, орташа тығыздығы 5,517 грамм куб сантиметрін құрайды. Мантия аралық қойнауқат. Ол Моха шекарасы болып жоғарғы жағында және Виктор Гутенберг шекарасы беттермен шектеледі. Төменгі жағында Ал-Махарович бетінен 410 километр тереңдік шекара аралығында орналасқан Гутенберг қабаты В қабаты деп аталады. Төменгі Голицын қабаты С қабаты. Кейде Голицын қабаттың ортаңғы мантия деп атайды. Төменгі мантия міне. Литосфера ол жердің силикатты қабығы, оның дамуы мантия қабығымен байланысты. Литосфералық қабық 20 ірі және ұсақ плиталардан тұрады. Плиталар тереңде астеносфералық қабатпен жылжып қозғалғыш шекараларға бөлінген. Литосфераның жоғарғы бөлігі болып табылатын қатты қатан қабаты жер қыртысы деп аталады. Бұл біздің планетаның жақсы зерттелген және өте жетілген бөлігі. Жер қыртысына келсек, жердің қатты қабығы, оның қалыңдығы мұхиттардың астында 5-10 километрге дейін болса, континенттерде 70-80 километрге жетеді. Ал орташа мәні 33 километр. Жер қыртысының шекаралары жоғарғы жағында жер бетімен атмосфера мен әлем мұхиты аралығында. Төменгі жағында мантия аралығында. Махарович бетімен немесе Моха шекарасымен шектеседі. Жер қыртысының құрамында силициум және алюминиум басым болғандықтан оны сиал деп атайды. Мына суретте литосфера бейнесі көрсетілген міне. Төменірек литосферадан астеносфера жатыр. Жоғарғы мантияның 250-300 километр тереңдігінде қаттылығы мен беріктігі төмендеу тұтықтар қабаты орналасқан. Оны астеносфера деп атайды. Ядро қимасына келсек, суретте так 4980 километр мен 5120 километр аралығында F несі өтеді аралығы. Ал Е қабатына келсек, ол сыртқы ядро болып келеді. Виктор Гутенберг бетінен 4980 километр тереңдікте шекараға дейін қалыптасқан. Жаңағы қайтып келсек, мына өтпелі F дедік қой, бұл 4980
аралықпен 5120 километр тереңдіктер аралығында қалыптасқан. Ал ішкі ядроға келсек, ол субядро G қабаты дейді. Мына суретте көрініп тұр. Леман бетінен 5 леман беті мына 5120 километр тереңге қарай. Так, мына жерде жердің ішкі ядросы көрсетілген біріншіден, мына суретте, екіншіден сыртқы ядро, үшіншіден мантия, сыртқы мантиясы, но вот оранжевая граница, иә. Ары қарай бесінші жер қыртысы және литосфера. Жердің ішкі құрылысына келсек, мына жерде тағы да жаңа көрсетіп кеткендей 4980 километр мен 5120 километр тереңдіктер аралығын көрсетілген мына жерде. Мынау енді сурет, сол сурет, только басқа схемада істелінген. Тағы да айтып кетейін, мына жерде литосфера, ары қарай жер қыртысы көрсетілген, мантия, сыртқы ядро и ішкі ядро көрінісі. Ядроның Вихет-Гутенберг бетіне жақын маңдағы сыртқы шекарасында бойлық толқындардың таралу жылдамдығы секіріс түрінде азаяды. Көлденең толқындар сөніп, жоғары электроөткізгіштік пайда болады. Осының бәрі сыртқы ядро заты агрегаттық күйінің өзгертіндігін куәландырады. Сыртқы ядроға келсек, сұйыққа жақын күйде болуы мүмкін делінеді. Ал мантия мен ядроның шекарасында температура 2500-ден бастап 3000 градус Цельсий, ал қысымы 300 гигапаскаль шамасында екендігін көрсетіледі. Жаңа ішкі ядроны қарастырдық қой, сол ішкі ядро бойлық толқындар жылдамдығы қайта артады, ал заттың қатты күйде екендігі байқалады. Өте жоғары қысым жағдайында зат құрылым сызданған күйге түсіп, ішкі ядрода металданған немесе плазмалық күйде болады деп жоралымдауға болады. Сыртқы және ішкі ядроның химиялық құрамы шамамен бірдей, темір, никель құрамды темір метеориттер құрамына жақын деп топшыланады. Басты компоненттері ол никель, феррум бойынша бұл қатқабатты нифи деп те атайды. Жер физикасына келсек, жердің тартылыс күші бөлінетін ауқымдағы кеңістік, ол ауырлық күші немесе гравитация деп аталады. Ауырлық күшінің жердегі өрісін зерттейтін ғылым ол гравиметрия деп аталады. Еркін құлау үдеуін арнайы құрал гравиметр көмегімен өлшейді. Жер бетіндегі немесе оған жақын ауырлық күш өрісін жердің гравитация өрісі деп зерттеуге негізделген әдісті және гравиметриялық әдіс немесе грави барлау деп атаймыз. Мына жерде гравиметр құралы көрсетілген, мына мүмкін көрген шығарсыздар. Гравиметрия құралы деп аталады. Радиобелсенділікке келсек, радиобелсендік өрісі ол жер қыртысын құрайтын радиобелсенді тау жыныстар мен минералдарды арнайы құрал радиометр көмегімен зерттейді.
Келесі физикалық қасиеттері жердің ол жылу өрісі. Жердің жылу өрісі немесе жылуы геотермика немесе геотермия. Сыртқы және ішкі энергия көздерінен жаралады. Сыртқы энергияның басты көзі күн. Жер бетіне түсетін күн сәулесінің энергиясы орташа алғанда 8,4 джоуль куб сантиметр құрайды. Геотермикалық градиент деп тау жыныстар температурасын тереңдікке қарай өсуін сипаттайды. Градус Цельсий минут түрінде өрнектелетін шаманы айтады. Ал жердің әртүрлі алқаптарындағы геотермикалық градиент бір-бірінен өзгешеленіп 0,1 градус Цельсий ауқымында өзгеріледі. Ал геотермикалық градиентке келсек, кері шама геотермикалық саты ол температура 1 градусқа арту үшін қандай тереңдікке төмендеу керек қашықтығын көрсетеді. Магнит өрісіне келсек, бұл физикалық қасиеті жердің магнит өрісінің күшті векторлық шамамен магниттік кернеуімен өрнектеледі. Магниттік кернеулік өлшемнің бірлігі ретінде Эрстедтің мынаның бір бөлігі қабылданған, ол гамма деп аталады. Ал магнит кернеуінің мәндері бірдей нүктелерін қосатын сызықтарды изодинамалар деп атайды. Жердің магнит өрісі ағылшын физика 14 ғасыр Уильям Герберг шар тәрізді магнит дайындап, магнит текшесімен зерттеулер жасап, мынандай қорытындыларға келген. Жер өте үлкен ғарыштық магнит болып табылады. Ал жердің балқымалы ішкі қабаттары, жер ядросы үнемі қозғалыста болады. Осы алмасулар жердің магнит өрісін туындырайды. Ал жердің магниттік аномалиялары келсек, олар жаңағы ауытқу дейді, латынша аномалия, қысқа мерзімді аномалия, магниттік дауыл дейді, тұрақты аномалия, темір рудасының зор кені бар жер ойнауы. Электр өрісі қазіргі кезде жердің табиғи өрісін пайдалану негізінде жер қыртысының ішкі құрылысын зерттеудің пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістерін әзірлемейді. Осы мақсатта электробарлау дейді ғой, әдістері қолданылады. Олар мысалы табиғи немесе жасанды қоздырылған тұрақты немесе айнымалы токтың электрик өрістерін пайдалануға негізделген. Электр барлау далалық жағдайда немесе бұрғылау ұңғымаларында электр каратаж жүргізіледі. Жер химиясына келсек, жерде 285 химиялық элемент пен олардың изотоптары бар көрінеді. Академик Фельдман 1920 жылы жер қыртысындағы химиялық элементтердің орташа мөлшерін Кларк деп атауды ұсынған. Жердің химиялық құрамы жерде көрсетілген элементтер химиялық оттегі, мына жерде феррум, силициум, магний, никель,
күкірт, кальций, алюминий құрамдары көрсетілген мына жерде химиялық, алайда массалық үлесіне бойынша пайыз алынады. Фесман бойынша көрсетілген мына цифралар и Мейсон бойынша өзгерістер қарастырылған. 4980-нен бастап 5120 километр тереңдіктер аралығындағы өтпелі қабаттың белдемі құрамында күкірт, темір, троилит, феррум С дейді кіреді. Ол сидерелиттен қосылыс, субядра мысалы G белдемі туралы деректер өте аз келген, ал жанама мәліметтер бойынша ол темір, никель қорытпасынан тұратын қатты күйде болуы келтірілген жерде. Сонымен біз мына жерде жердің қимасы және оның қойнауы қаттарындағы химиялық құрамы әртүрлі алқаптарда бөлінуін қарастырдық. Жер қыртысының құрылымы және құрамына келсек, жер қыртысы тік және латераль бойынша біртекті емес. Латераль бойынша жер қыртысының 3 типі бөлінеді. Болады. Олар континентті деп аталады, мұхиттік және олардың арасындағы өтпелі континенттік. Қыртысқа келсек, 3 қабаттан тұрады. Ол шөгінді, гранитті, метаморфты және базальтты. Қалыңдығы 20-дан бастап 80 километрге дейін. Мұхиттық қыртыс базальтты қабаттан тұрады. Қалыңдығы 5-тен 15 километрге дейінгі шөгінді қабат қалыңдығы және 1 километрге дейін. Жаңа айтып кеткен суреті осы гранитті қабат құрайды. Осыны шөгінді жыныстар көрінісі беті. Гранитті қабаттан кейін базальтты қабат дедік жаңа. И мантия көрінісі. Бұл мұхиттік және материктік жер қыртысының бейнесі. Жер қыртысында 90-нан аса химиялық элементтер кездеседі. Жер қыртысының негізгі элементтері ол пайыз бойынша алынады. Мына жерде көріп тұрсыздар, силициум мысалы 29,5 құрайды, алюминий 8,05, железо 4,65, кальций где-то 2,96 құрайды, магний 1,87, тағы да басқа элементтер. И қалған элементтер үлесі ол 0,3% келеді. Жер қыртысына кіретін элементтер минерал деп аталатын жай не күрделі химиялық қосылыстар құрайды. Бұны жаттап алғандарыңыз дұрыс. Минералдар көбінесе қатты кристалды зат болып келеді, сирек қағаз тәрізді, сұйық және коллоидты заттар болып кездеседі. Минералдардың негізгі физикалық қасиеттері түсі, жылтырлығы, жіктілігі, қаттылығы, тығыздығы, кристалдардың және минерал агрегаттарының морфологиясы. Минералдарды анықтау үшін олардың оптикалық, магниттілігі, векторлігі, термиялық және тағы басқа қасиеттер қолданылады. Минералдардың жіктелуі сомтума элементтер, сульфидтер, оксидтер және гидрооксидтер, галоидтар, карбонаттар, сульфаттар, фосфаттар, силикаттар. Силикаттар минералдардың кең тараған класы. Ол жер қыртысы минералдарының
бірден үш бөлігін және 80% құрайды. Олар магмалық және метаморфты тау жыныстарының тау жыныс жасаушы минералдар болып табылады. Мына жерде минералдардың көрінісі берілген. Так, коллекция образцов минералов дейді орысша айтқанда. Мына жерде эталонды минералдар көрсетілген. Бұл қаттылығын қарастырады. Таліктен бастап алмазға дейін. Мына жерде 10 минералдың эталондары көрсетілген. Және де қарама қарсы химиялық формулаларын көріп тұрсыздар. Тальк ол өте жұмсақ, 1 деген қаттылықты береді, ал 10 ол өте қатты, 10 деп белгіленеді. Жәнегі эталондарды лабораториялық жұмыста көресіздер. Бұл барлық эталон минералдарын қаттылық ұпайы дейді, немесе тау жыныстар жәнегі полиминералды агрегат болып кездеседі. Олар жер қыртысында қабат немесе ірі шоғырлар дене түрінде тарайды. Жаралу дейді, генезис деген ұғым бар. Ол бойынша мысалы тау жыныстар жәнегі магмалық болып бөлінеді, шөгінді тау жыныстары болып бөлінеді, және метаморфты тау жыныстары болып бөлінеді. Магмалық минералдар және тау жыныстар жер қойнауында күрделі химиялық құрамды отты сұйық силикатты балқыма магманың жоғары қысым жағдайында және температура нәтижесінде жаралады. Магмалық минералдар және тау жыныстар жер қыртысында жаралатын барлық заттың 95%-ын құрайды. Мына жерде көріп тұрсыздар схемасында тау жыныстар 3-ке бөлінеді, және шөгінді, метаморфты және магмалық. Мына жерде астында көрсетілген магмалық тау жыныстар, шөгінді тау жыныстары и метаморфтық тау жыныстары. Көрсеңіздер, мына бейнелері әртүрлі көрсетіледі. Магмалық тау жыныстар құрамындағы силициум O2 мөлшеріне қарай төмендегідей бөлінеді. Пайызына ажыратсақ, аса негізді дейді, 45% алып жатыр. Негізді 45-тен бастап 52%-на дейін, и орташа 52%-дан бастап 62-ге дейін. Қышқыл 65%-ын алып жатыр. Магмалық тау жыныстар құрамындағы силициум O2 мөлшеріне қарай төмендегідей бөлінеді пайызы, ал аса негізді 45%-ын қарастыра алады. Ал негіздіге келсек, 45%-дан бастап 52%-ға дейін, орташа 52%-дан 65%-ға дейін жетеді. Ал қышқыл бұл жерде 65%-ды құрайды. Мен енді 2 рет қайталап айттым сіздерге. Магмалық тау жыныстары интрузивтік тау жыныстары және эффузивтік тау жыныстары болып бөлінеді. Интрузивтік тау жыныстарына келсек, ол жаңа гранитті көрген шығарсыздар, особенно жаңағы баспалдақтар граниттан құралады. Сиенит, габро, эффузивтік тау жыныстар, андезит, обсидиан дейді, базальт, вулканогендік тұз дейді. Обсидиандал ол жаңағы мынау стекловатая текстура дейді, шыны тәрізді болып келеді. Бұны жаңағы зертханалық жұмыстарда эталондардың ішінде қарастырасыздар.
Шөгінді гипергендік минералдар және тау жыныстар жоғарғы беттік температура және қысым жағдайында жер бетінде құрғақ су алаптар жаралады және шөгеді. Ал бұзылу өнімдерінің материалдар бұрын пайда болған тау жыныстардың заттардың су ерітінділерінен және өсімдік және жануар қаңқалар бақалашақтас дейді өнімдерінен бөлінген заттарды айтады. Шөгінді тау жыныстар егерде жаралу жағына қарастырылса, онда сынықты немесе терегенді, хемогенді не болмаса гидрогенді дейді, биогенді болып бөлінеді. Шөгінді тау жыныстары мына жерде бейнесін қарастырыңыздар. Бұл жерде органикалық шөгінді тау жыныстары түзіледі және де өсімдік қалдығының көмірі алынады. Күнделікте көбі қолданады мына көмірді да осы өсімдік қалдығынан алынады. Жануарлар қалдығынан әктас пайда болады. Әктас ол жаңағы құрылыстарда қолданады, тоже көріп жүресіздер. Шөгінді тау жыныстарына және де құмтас жатады, әктас жатады, тас тұзы жатады, ас тұзы жатады. Тұздарды оларды жәнегі дәмін көруге болады зертханалық жұмыс өткен кезде. Ол жәнегі физикалық қасиеттері айта кетсек. Ал енді метаморфтық минералдарға келсек, және тау жыныстар жоғары қысым, жоғары температура және газды сұйықты ерітінділердің магмалық, шөгінді және ерте пайда болған метаморфты тау жыныстардың әрекетінен жаралады. Қайта жаралу процесі қатты жағдайда өтеді. Факторлардың тәуелділігіне байланысты метаморфизмнің бірнеше түрлері бөлінеді. Олар жаңағы катакласты дейді, жапсарлы термальды дейді, аймақтық және метасоматоз деп атайды. Метаморфты тау жыныстары олар жаңағы мраморларды жатқызуға болады, яшма тау жынысын жатқызуға болады, сазды сланец дейді, гнейс дейді, тағы да басқалар жатқызылады.